Қайырлы таң, бүгін біздің Түркияға саяхатымыздың 15-ші күні. Біз, білмеймін, бір таулы жердеміз. Және кеше түнде Демреден 180 градусқа бұрылып, кері қарай Стамбулға қарай бет алдық. Анталия ар жақта қалды. Біз Демреден бір 100 километр жерге ұзап, басым қатты ауырып қап, осы жерде тоқтап, ұйықтадық. Қазір таңғы асты ішіп, бүгін күні бойы Стамбулға жол жүреміз. Так что ондай қатты қызық болмайды, бірақ сіз осыған дейінгі барлық күндерді қарап шықсаңыз болады. Бірінші, екінші, үшінші күннің қаралымы 1000-нан асты да, қалғандардың қаралымы онша болмай жатыр. Неге екенін білмеймін, мүмкін сізге бұл видеолар қызықсыз болып жатқан шығар. Қызықсыз болса, неге екенін пікір қалдырып жазыңыз. Ал біздің саяхатымыз жалғасады. Кеттік. Қараңыз, алда бұлттар. Біз қазір бұлттарға кіреміз. Міне бұлт, қараңыз. Жолда кафеде тоқтадық. Бағалар өте арзан екен. Біз мынау меджимек чорбасын, жасымық сорпасын 65 лирадан алғанбыз. Бұнда бұл 35 лира, мынау бүкілі қосылып береді ішіне. Сосын осындай шайнек шай бізге алып келді. Плюс и кофе. Teşekkür ederim. Лира ғана шықты. Бұл білмеймін, барлық жол үшін бе, әлде тек қана осы үшін бе? Что-то тым аз. Teşekkür ederim. Біз ақылы жолға аз шықты десек, бірнеше километрден кейін келесі поста бізден тағы да 215 лира ұстады. Біз Стамбулдың маңайында жүрміз. Это 2 сағаттай, 2 сағаттай тұратын орын іздеп жүрміз. 4 караван паркты аралап шықтық. Үшеуінде орын жоқ. Оның екеуі бір ит өлген жерде. Яғында действительно иттер көп болды. Және мына соңғысына келдік. 400 лира дейді бір түні. Жарайды, 400 бола берсін. Енді бізде, в общем, ақшамен 200 лирадай ғана қалды да. Картамен қабылдайсыңдар ма десем, жоқ дейді. Енді шаршадық. Үлкен қала, үлкен проблема дейді ғой. Қазір қысшы как раз керек екен. Қайырлы таң. Бүгін Түркияға саяхатымыздың 16-шы күні, қателеспесем. Или 17-ші ма? 16-шы өдем. Біз Стамбулдың бір маңайында. Стамбул жаман дей алмайым, бірақ құшақ жайып қарсы алған жоқ бізді. 4-5 жерде аралап тұратын орын таба алмадық. Ақырында осы жерге келдік. Және ақылы түрде машина үшін 300 лира төлеп тоқтадық. Түк жоқ, мұнда условия жоқ. Мысалы, Тарсустағы, сосын Серіктегі тегін автоүй тұрақтары мынадан жақсы болды ғой. Дала суық, түні бойы жаңбыр жауып, 5 болмай оянып ап,
где-то 2 сағаттай жаттым, өйткені машинаны шайқап жел бір нәрсе машинаға ұшып келе ма деп қорқтым. Сосын негізі біз дұрыс кірмегенбіз. Бізге Ялова арқылы пароммен Стамбулға өту керек еді. Сол ең андай тиімді және жеңіл. Өйткені Стамбулдың ішінде машинамен жүре алмайсың. Бұл 25 миллиондық қала. Кеше өзі жаңағы кіре берісінде мен стрессовать етіп, енді қазір бір таныс жігіттен сұрадық, қалай не істеуге болады деп, бір парковка жіберді, соған барыңдар деп, уже аныңдан жаңа қоғамдық көлікке мініп, ары қарай Стамбулдың көрнекті жерлерін көре аласыңдар деп. В общем, настроение түсіп жатыр, ақырындап отпуск бітіп жатқасын, настроение түсіп жатыр. Әлі үйге қалай жетеміз білмейміз, уже анда қар жатыр, тауда қар жатыр, көреміз. Так, біз Стамбулға кірдік. Бір шетіне ауа райы деген, вообще нелетный ғой. Далаға шыққың келмейді. Осындай бір парковка тауып алдық. Қазақстан ванлайферлердің кеңесі бойынша. Ар жағында да біреу бар, бірақ ол ақылы. Әзірше осында қоямыз көлігімізді. Қазір бір кішкене Стамбулды аралаймыз. Бөлек қой мынау, бөлек. В общем, біз жаңа Евразиялық банктан, банк картасымен, мынау банкоматтан ақша шешіп алдық. 200 лира. Курс бойынша бұл 1 лира 27 теңге болып шықты ғой. Өте қымбат болып шықты. Негізі курс 16 теңге 1 лира. Либо комиссия соншама қымбат па. Так, біз Истанбул карталайық деп жатырмыз. Короче, где-то жарты сағатында жүріп. Так, енді мұнда сал. Так. Geçen sefer ben geri döndüm ya. Gittim buradan geçirdim. Sağ ol. Orada adam bana diyor ki, biliyorsun değil mi onu geri dönmeyi? Biliyorum. Сколько положить? 50 секунды. Ama niye aktivasyon? Beni aramış. Yolda aradı beni açmadı sinirden. Sonra eve gittim yavrum beni aradı. Anne vardır dedim. Aktivasyon gerek mi? Білмеймін, мен оқығанда жай толтырасыз, мынаны аласыз, сосын ана метроға басасыз. Ай, маған. Metro kayf ya. Tez, жылы іші. Арқам жылы қаптыр. Күшті. Біз Айя София мешітінің қасына келдік. Что-то мұнда адам көп. Бұл бәрі кезекпен кіріп жатыр ма, сондай бір нәрсе. Что-то тым көп сияқты.
Мына кезекті қараңдар. Бұлай жылжып жатыр. Ар жақтан. Қанша адамнан кіргізіп жатырсың да? Көрінді ме? Білмеймін, әйтеуір. Біз бұлай қосыла салсақ болмай ма екен? Мә қара, ар жақтан келіп жатыр қой. Мұнда міне гид кәрістерге түсіндіріп жатыр. Мына не екен, кәдімгі қызықты болып жатыр. Қызықты ма? Кезек тез жылжып жатыр. Бір 15 минутта жеткен шығармыз, Бұнда кәдімгі тексерістен өтесін екен. Бұл ең алғашқында шіркеу болып салынған. Және де тағы бір қызықты факт, бұл ғимарат мешіттен гөрі шіркеу ретінде ұзақ өмір сүрді. 1000 жылдан астам шіркеу болды да 1453 жылдан бастап мешітке ауысты. Аяқ киім тастайды екен біз ғой. Аяқ киім тастау керек екен. Он 19. Wow. Maşallah. Ғажап. Сен жоғалтпайық. Әзірше бұнда кіру тегін. Келесі жылдан бастап, қателеспесем, бұнда кіру ақылы болады. Қазір бұл мұражай ретінде жұмыс істеп жатыр. Қалай салған екен? Бұның жаңағы күмбезі уже құлаған болатын, және қайта құрылған. Türkiye'nin Kogüldir Meşiti. Ең үлкен мешіттердің бірі. Бұнда кіргенде ондай қатты тексеріс жоқ. Маншы. Ağır kıştı yani.
Şaş netken. Kun mu? Ha? Şaşların пересадка жасағандар. Anlamadım. Бастары жара. Жиенімнің кеңесі бойынша балық экмектің несінің дәмін тату керек екен. 100 лира дейді ма? Что-то может и керек жоқ. Так, біз балық экмек жеуге келдік. А? Қайда отырамыз? Мұнда отырамыз. В общем, 90 лира дейді. Сосын біз кетіп бара жатсақ 80 дейді. Сосын 70 деп едім, 70 дейді жарайды. В общем, балық экмек алып келді. А? Малая. İyisi onша емес. Дәмі күшті. Бірақта дәулет балық жемейді, тем более осындай. 70 лира ол қанша? 1115 теңге. Қымбат е, 1115 теңге. Biz kemiğe bindik. Üstüge varanza? Yok, anın prem aslında nesiге olmay mı? İstanbul kartpen bunun бағасы 20 lira. Так, түрік метросын көрдік. Жаңағы кемені көрдік. Енді автобусын көрейік деп жатырмыз. 2 қабат автобус. Bir поездка 15 lira. Қымбат е? Иә. Осылай біз Стамбулдың 0,1% ғана қараған шығармыз. Видеоға лайк және пікір қалдырып кетіңіз.